Кеңес одағы ыдырағаннан кейін әр республика өз күш-қуатына сеніп бөліне бастады. Сол кезеңдегі үдерісте бірлік пен күш, қуат, жамандық пен жақсылық бірге жүрген қатарда біреуге бұл үдеріс ұнады, ал біреуіне ұнамады. Солардың ішінде өз халқына сенім артып, болашағын ойлаған Қазақстан 1991 жылы 16 желтоқсанда өзінің тәуелсіздігін жариялады. Осы кезде біреулер кете бастады, тәуелсіз Қазақстанға біреулер келе бастады. Ағайынды бауырларымыз Моңғолиядан, Қытайдан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан және тағы басқа шет мемлекеттерден келіп қоныстана бастады. 1991 жылы 1 желтоқсанда тәуелсіз Қазақстан тарихында тұңғыш рет жалпы халықтық президент сайлауы өткізілді. Сайлаудың қорытындысы бойынша 98,76% дауыс жинаған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жеңіске жетті. Өзінің ақыл-парасаттылығымен, шебер көрегенділігімен көрінген елбасымыз халқына үміт отын тұтатып, қиыншылықта демеуші болған қайталанбайтын тау тұлға. Ел үмітін ер ақтар, ер атағын ел сақтар демекші, елбасының халқының алдындағы борышы мен ұрпақ алдында игі істерді жасады. Тәуелсіз Қазақстанның гүлденуіне, көркеюіне, халықтың саяси, әлеуметтік экономикалық жағдайын көтеруіне, заманауи техниканың дамуына, ауыл шаруашылығын дамыту жолдарына, білім, денсаулық, спорт және туризм дамытуына зор үлесін тигізіп, алдағы игі істерінің шыңына жетуінің жолдарын келешекке үлгі етіп, көрсетіп келді. 1992 жылы маусымның 4 күні Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын, елтаңбасын және әнұранын бекітті. Бұл біздің үлкен мақтанышымыздың бірі. Кейін 2006 жылдың 6 қаңтарында еліміздің қос палаталы парламенті мемлекеттік әнұранды өзгерту туралы ұсынысты талқылап, авторлары Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский, Латиф Хамиди болған, қазіргі әннің әні мен сөзі бізге белгілі әйгілі сазгер Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» атты әні таңдалып, сөзін дарынды ақын Жұмекен Нәжмеденов пен елбасымыз өзгерістер енгізіп, әнұранның авторлары деп танылды. Тәуелсіздік алған елдің ең бірінші айрықша белгісі ұлттық валюта. Ол Қазақстан Республикасы көлемінде пайдаланылатын заңды төлем құралы болып саналған валютамыз 1993 жылдың 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен 1993 жылы 15 қарашада Қазақстан Республикасының ұлттық валютамыз теңге айналысқа енгізілді. Қазақ теңгесі Англияда басылып шықты. Теңгеде қазақтың ұлттық ою-өрнектерімен безендіріп, батырларымыз бен ақын жазушыларымыз, ұлы ойшылдарымыздың суреттерімен бейнеленген. Теңге дизайнның жетекшісі Тимур Сүлейменов. Бүгіннен бастап ғасырлар бойы ел жүрегі Астана деген ұранмен басталған 1994 жылы 6 шілдеде президенттің Астананы Ақмолаға көшіру туралы қабылданған ұсынысы 98 жылдың 10 маусымында Астананың халықаралық тұсаукесері өткізілді. Астанаға әр мемлекеттерден келген Әзірбайжан, Қырғыз, Өзбекстан, Украина елдерінің президенттері Астананың бой көтеруіне куә болды. Астана келбеті ұлт келбеті. Адамның көзін жаулап алатындай зәулім үйлер мен әсем ғимараттар, Ақорда, президенттік мәдени орталықтар, Конгресс-холл, мәдениет сарайы, Астана бәйтерек, Қазақ елі монументтері орналасқан қалалардың орталығы болатын болса, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті болашақ үміткерлерге үміт отын жаққан жастардың қаласы десе де болады.
1995 жылы 30 тамызда еліміздің жаңа конституциясы қабылданды. Конституция бір жағынан мемлекеттің, ал екінші жағынан қоғамның негізгі заңы болып табылады. Ел байлығы тәуелсіздік, ел байлығы келешек ұрпақ, ел байлығы мәңгілік ел. Тәуелсіздікті арман еткен ата-бабаларымыз сан қилы кезеңнен өтіп, келешек ұрпақ жолын бастап, жалғастыру міндетін, тәуелсіздігіміздің белгісін біздерге тапсырды. Осы жолды әрі қарай дамытып, еңбегіміздің жемісін көру арқылы келешек ұрпаққа осы мәртебелі жолымызды ұрпақтың көзі арқылы жалғастырамыз. Байлығымыз да бақытымыз да болған тәуелсіздігімізді асыл қазынамыздай жүрегімізде сақтай білуіміз керек. Тұғыры биік елдігіміз бен еркіндікті бейнелеген көк байрағымыздың, санамызға дем берген ұлттық салт дәстүріміздің, ата жұртымыздың, кең байтақ жеріміздің сақталуы, атамекеніміздің тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан бақытты ел боламыз десек, болашағымызға осы кезден тереңнен қарап, арман еткен Қазақстанның жастары мәңгілік ел екендігін әлемге көрсету борышы мен міндеті. Сол күнге дейін біз ұрпақты жеткіземіз. Жеткізген мақсаттарымыздың жемісін көреміз және келешегімізбен жалғастырамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, елдігіміз мәңгі жасай берсін тәуелсіз Қазақстан. Уақыт қарқыны зымыран. Күні кеше өткен сияқты оқиғалар бүгінде тарих беттеріне айналып та үлгірді. Бұл жаңа мемлекет пен жаңа қоғамның дүниеге келуінің азапты толғаққа толы, сонымен бірге ғаламат сәті еді. Сол сәт әлі аяқталған жоқ, бірақ ең қиын белестерден аса білдік. Ең қиын жылдар дәл қазір артымызда қалды. Сондықтан да мен еліміздің еңсесі биіктей беретініне сенемін. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.